Құрметті көрермен қауым, естеріңізде болар, осыдан сәл уақыт бұрын мүгедек балаларды кешенді қолдауды көздейтін жаңа заң жобасының әзірленіп жатқаны туралы баяндаған болатынбыз. Енді осы тақырып бойынша бізбен қазір тікелей байланысқа Zoom арқылы шығып отырған қонағымыз парламент мәжілісінің депутаты Кенжеғұл Сейітжанмен кеңірек әңгімелессек. Кенжеғұл социалы, қайырлы кеш, бізді жақсы естіп көріп отырсыз ба? Иә, қайырлы күн, әдемі естіп отырмын. Жақсы. Кешіріңіз, ерекше қажеттілігі бар балаларды қорғауға арналған жаңа заңды қабылдау қажеттілігі неден туындады? Біріншіден, бізде көмектер көп дейді, мүгедектігі бар азаматтарға, әсіресе оның ішіндегі балаларға дейді. Бірақ менің зерттеуім бойынша, менің әріптестерімнің зерттеуі бойынша ешқандай көмек жоқ. Мысалға бізде ПНПК дейді, яғни балаларды психологиялық жағынан қарайтын жаңағы ұйымдар бар, білім министрлігінің, ағарту білім министрлігінің айналасында, иә. Бірақ олар тек қана бір өткенде мен осы сұрақты да қойғам, біздің жаңа заң келген кезде, балалар құқығы жайлы заң, қазір екінші оқылым өтіп кетті ғой оның осы аптада. Сонда біз айтқанбыз, мен сонда сұрақ қойғам, неге балалар, яғни мүгедектігі балалар аптасына 2-ақ рет барады, оларға 2 рет емес, оларға күнделікті ең кем дегенде 4 сағат жаңа оңалту керек. Аптасына 2 сағатпен оңалту ол түкте болмайды. Ал бірақ үкімет деген мемлекетіміз біздің өте қыруар қаржы бөлініп жатыр. Мен алғысында айтқым келеді, біздің көп азаматтар ренжитін шығар, бірақ ренжігенмен кәдімгідей үкімет қатты күшті ақша бөліп жатыр. Бірақ ол жетіп жатқан жоқ. Не үшін? Себебі балалардың саны көбейіп жатыр. Осы мәселелерді, осындай шыққан басқа да мәселелерді реттеу үшін бізге нақты осы арнайы мүгедектігі балаларға керекті заң керек. Соны жаңағы қарастыруымыз керек. Оның ішінде түгел реттелуіміз керек. Мысалға, басқа мемлекеттерде, мен жаңа жақында Америкаға барып келдім. Ол жақта да айтады, мысалға да, университет бар, құлағы таза естімейтін азаматтарға университет айтады, құлағы нашар естімейтін балаларды кішкентай кезінде, яғни learning intervention дейді, яғни ерте кірісу дейді, яғни туғаннан бастап біз қарауымыз керек дейді. Туғаннан бастап біз оны көмектесуіміз керек. Сонда ол үлкейген кезде, 5 жасқа, 10 жасқа, басқа жасқа келген кезде, ол үкіметке масыл болмайды дейді. Ол уже өзінің керекті реабилитациясын алып, өзіне керекті нелерін оқып, университет болсын, басқа да үкіметке өзіне де пайдасын тиеді. Одан кейін ол салық төлеуші болады. Біз негізі барлық азаматтарды салық төлеуші ретінде қарауымыз керек дейді мемлекет, үкімет. Ал бізде үкімет онда көп жерде олар қарамайды. Ол енді барлық шиновниктерге айтқым келмейді, бірақ кейбір әсіресе мына жергілікті ауылдық жерлерде ол ата-аналарының білмегенінен, сол жердегі азаматтардың бұрын келіппегенінен деп есептеймін. Бізде ақпарат жағынан да барлық жағынан жақсы деп есептелінеді, бірақ көп азаматтар әсіресе енді бізде мына 40% Қазақстан тұрғындарының көбісі жаңа ауылдық жерлерде ғой, ата-аналар көбісі біле бермейді балалардың қалай көмектесу керек екенін. Біз негізі тек қана балаларға емес, балалармен жұмыс істейтін аталарының өзіне де көмектесуіміз керек. Біз тағы да айтамын, жақында біз арнайы бағдарламамен Америкаға барып, сол жерде де тек қана балаларды ғана емес, балалардың өзін ата-аналарды да тәрбиелеуіміз керек. Мысалы, Special Olympic деген бар, ол айтады, біз арнайы үлкен бағдарлама жасап жатырмыз дейді. Осы балаларды, кішкентай балаларды, мүгедектігі бар балаларды спортқа, оңалту спортына, оның ішінде жаңағы ата-аналарды қалай осы спортқа әкеледі, олар өздері қалай спорт болсын, басқа да болсын, бір-біріне көмектеседі деп. Шынымен де біз осындай идеяларды... Кешіріңіз. Эфиріміздің уақыты шектеулі. Мына жаңадан құрылған жұмыс тобының алдында қазір нақты қандай міндеттер қойылып отыр? Қысқаша ғана жауап берсеңіз. Жаңаша, бұл енді барлық қазіргі, мына Қазақстанда барлық бұрын зерттелген нәрселерді қарау, қарастыру, және де егерде мүмкін болып жатса, шетелдік зерттейтін зертханаларды қарастырып, заңға қандай өзгерту жасауға болатын, қандай өзгерту нақты керек екен, сол жағын нақты осындай мәселелер тұр. Мен ойлаймын, болашақта тағы да ақпарат береміз, тағы да ақпарат беріледі, жұмыс бастап кеткен кезде.
Жақсы, бізбен хабарласып, өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сіздерге де рахмет, осылай шақырып көңіл бөліп жатқандарыңыз. Алла разы болсын. Рахмет сізге. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық.